Басқозадан бастаймыз, 5000 теңге тастайтын, табылмайтын қызық деп ақшамен жастайтын. Еске тұрғанымызда қызымды ұзатқанда, осылай ақ жол бәрі салып, шығарып салып атқанда бәрі жылап атыр туыстар. Мен жыламай тұрғам, сонда маған кеп, тамада кеп айтады, сіз неге жыламайсыз? Міне, қыз балаңыз келіп бара жатыр ғой деп. Енді мен немеге жылаймын? Мен немеге жылаймын? Енді мен құдаларым жыласын дегем. Сол сияқты жыламады ол. Мелкий казах, крепкий казахтың яке ағамыздан бастайық. Құдалық күйеу жігіт неде басқа жақта болғасын, Америкада болғасын енді. Қазір күйеу жігіт жоқ па? Жоқ. Қазір күйеу жігітсіз той болып жатыр, иә? Құдалық енді біздің жақта болады. Жоқ, қазір күйеу жігіт келе ма? Келмейді. Бізде құдалық, получается, қыз жақта отдельно, күйеу жақта жігіт жақ отдельно, онда вот келмейді жастар. Ал достар, мен бүгін омбыдағы қыз ұзату тойына арнайы келдім. Омбыдағы қазақ тойы қалай өтеді? Енді Омбы қаласының асабаларымыз боламыз. Бақжан Асанова, Зәуреш Асанова. Енді біз 25 жылдай осы Омбыда той бастаушылар біз боламыз. Сіздер сонда тойды кәдімгідей асабалар сияқты жүргізесіздер ма? Көңілдеріңіз қалай? Тамаша ма? Құдаларды қарсы аламыз ба? Айқайлаймыз ба, шулаймыз ба? Молодцы, жарайсыздар. Олай болса, құрметті ағайын туыстар, мінекей құдаларымызды келіп қапты. Қолдарымызды шапалақтап, қошеметпен құдаларды қарсы аламыз. Қанекей. Құдалар келе жатыр. Құдалар келе жатыр. Біздің құдалар келіп қапты. Қош келдіңіздер құдаларымыз. Көргенімізде, көрмешімізді. Ал енді құрметті ағайын туыстар, бел болмайды асылсыз, той болмайды шашусыз. Олай болса, құрметті ағайын туыстар, мінекей қазағымыздың тойы шашумен басталады. Жеңгелеріміз қайда, апаларымыз қайда, құдалар келіп қалыпты, шашуымыз қайда. Мінекей таңертең ерте оянған, әдемі салонға барып оянған, мінекей шашуды шашып тастаймыз, құдалар өздеріңіз ескейбек емшілі болады. Шашу, шаш тастаңыздар. Әрбір үйді, әрбір ошақта, әрбір отауында той көп болсын, той тойланасın, қызықты, қуанышты, әдемі күндер көп болсын. Шашып тастаңыздар, құдалар жинабасın. Кім көп кәмпет жинап алады, тойды көп той болады, жинап алыңыздар. Ырымшыл халқымыз ғой, той толы боласın, жинап алыңыздар. Бірін қалдырмаңыздар, қызық қалғаны шашылайын қасықты қалмасын. Әрбір үйде, әрбір ошақта осындай қызықты, қуанышты той болсын. Омбының кәмпетін Қазақстанға мінеке ырымдап сарқып деп апарыңыздар. Әрбір үйде, әрбір ошақта осындай той болсын деп қазақ халқымыз ырымшыл халқымыз ғой, мінекей. Осы той болған кезде бір кәмпет болсақ та алсақ деп, міне бәрімізде ұл өсірген, қыз өсірген мінекей анамыз. Ырым болсын сіздерге, тойымыз той боласыздар мінекей. Көршілеріңізге барып дәм таптырасыздар. Қанша болды? 1 килограмм болды ма? Қанша килограмм болды? Қазір мінекей көреміз. Кім көп кәмпет жинады, сол кісіге приз береміз. Құдалар, Қанекей, көрсетіңіздер, көрсетіңіздер. Құдалар кім қанша жинап алды? Кім көп кәмпет жинады, сол кісіге приз. Жас жігіт жинады ма? Көмектестіңіздер ме? Қанекей, той тойласын. Басыңыз бос па? Басыңыз бос па? Жоқ? Біздің Омбыға жиі келіп отырыңыз. Қош келдіңіз. Дегенменен құрметті құдалар айтып жатырмыз ғой, қош келдіңіздер.
жақтың құдалығы, біздің енді той себепкері қызымыз Махаббат. Құдаларды қарсы аламыз. Бүгін құдаларымыз Астана, Алматы, Бишкек және Тараздан келеді. Қанша адам келеді? 15 адам келеді. 15 адам келеді, сол кісілерді қарсы аламыз. Ол кісілермен амандасамыз, қол алысып, қалжақтай сұрасып. Содан кейін бізде шашу деген бұл енді. Той шашусыз болмайды, қазақтың тойы. Шашу шашамыз. Қаншама халық келеді, туыстар келеді. Сол кісілерді бәрін таныстырып, содан кейін қызымызды амандастыру деген болады. Ер адамдар бастап, әйел жолдастар қоштап, құдалармен сәлем алысыңыздар. Ағаларымыз, жеңгелеріміз, әжелеріміз қосыңыздар. Ал мына жерде отырған менің жаңағы қайдақпен күйеуімнің жолдасының жаңағы ағайындарының жаңағы әпкесі. Маған енді қайнақпен болады ғой өздерінің кісі. Мына кісі жаңағы қайнағаның келіншегі абысының аты Фарида. Қайнақпен аты Фарида. Кешіріп қойыңыздар, үлкен кісінің атын алып қойдым енді іштеріңіз. Омбының өзінде, тойхананың төрінде бір қызық той думан болады деп, көңілге қуаныш қонады деп, жорғадай желіп, біздерге сеніп, құрметпен келген ағайын туыстар, құда-құдағилар, құрбы-құрдастар, дос жолдастар, Құсайынов әулетінің қызықты қуанышты тойына қош келдіңіздер. Жақсы құдалар билеп келеді дейді. Ал онша емес құдалар бірін әрең сөйлеп келеді дейді. Қане көрейікші, біздің құдалар қалай екен? Музыканы жіберейікші, билейік ортаға. Қане, келесіз қарай. Билеп. Әйттіген қарай. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, құдалықта жігіт жақтың күйеу жігіт мүлде болмайды деп. Ол қай кезден басталған дәстүр? Бұрыннан бар ма? Біздің ата-бабаларымыздан келеді. Осы омбы қазақтарының, иә? Неліктен оның бір несі бар ма? Өйткені омбыда осы салт дәстүрлер өте жақсы орналасқан. Қорғалған. Екі жақта да құдалық болады. Қыз жақта да, жігіт жақта да құдалық болады. Құдалық болған кезде, мысалы біз қыз жақта құдалық өткізсек, жігіт болмайды. Қызды амандастырып, сәлем беріп, көрімдігін алып, содан кейін келесіне аптада болама өздері қалай сөйлесті, жігіт жақта құдалық болады. Жігіт жақта құдалық болған кезде... Қыз ұзату қай кезде болады? Екі жақтың құдалығы өткен соң. Екі құдалық өткеннен кейін қайтадан қыз ұзату жасайсыздар, мәссаған. 3 той болады бізде. Ән өмірдің ажары дейді, би өмірдің базары дейді. Сондықтан әсел кешімізді би тобы ажар ашады. Қарсы алыңыздар. шақырған кезде екі жеңгесі алдында біреуі, артында біреуі танцевание биші қыздармен бірге шығып, содан кейін мен ән шырқаймын. Сол кезде қызымызды рұқсат сұрап, үлкен кісілер амандасып шығады, қол алысып, амандасып.
содан негізі кейін біздің жақта мынау қыз ортаға шыққанда ер адамдарға да сәлем береді, әйел адамдарға сәлем береді. Біз да қол алысып, мынау жағдай сұрап, бірақ Қыз сәлем бере ма? қыз сәлем береді. Беташарға дейін, о жақта беташар келген құдаларға сәлем береді, иә? Келген құдаларға сәлем ана береді. жігіт жаққа береді оны сәлем. Жігіт жақ. Аяңның көзіндейсің, жүректің өзіндейсің, ақ жылған аларда кешегі кезімдейсің, ақ қолға айналдыңдай, ұшуға сайландың ба мекеніңе. Әулеттің көрігі бол, әдепті келіні бол, жарыңның сені артқан серігі бол. Әулеттің көрігі бол, әдепті келіні бол, жарыңның сені артқан серігі бол. Сыңарың табыны болса, жоқтарың жазылмасын, ақ тілек ақ баталар, бүгінгі қабыл болсын, қорғаның жарың болсын, қорғаушың тәңір болсын екеуіңе. Әулеттің көрігі бол, әдепті келіні бол, жарыңның сені артқан серігі бол. Жалпы бұл сәлем берудің несі, мағынасы не үшін сәлем беру? Ол әлі о жаққа босағасын аттаған жоқ, бірақ сонда да сәлем береді, иә? Сәлем береді. Енді Көрімдік береді, сәлем амандасқан. Біз Көрімдік алу үшін. көрімдік алу үшін амандасқаннан кейін қызымызға көрімдік береді, сосын сол жерде әкелген сырғаларын тағады қызымызға. Махаббат өзі, мысалы, сол дәстүрге байланысты біле ма? Только поверхностно, особо нет. Для тебя это важно, чтобы в твоем самом радостном дне вот это все... Для меня, для родителей, да, это очень важно. Соблюдение традиций, обычаев. Получается, твой жених живет в Астане, да? В Астане? Нет, в Америке. В Америке. Нет, родители. Родители, да, живут в Астане, а он там работает и живет в Америке. негізі Тараздікі ғой. Но они родом, да, из Тараза, а живут в Астане. Вот где в основном южным краем у нас очень такие традиционные народ. Я очень много наслышана, но получается, когда я попала в семью, у них более-менее, то есть у них нет, допустим, цулем сау нет. Вот. Харает, сырит, города перемен. Когда казах кушает хлеб, не знает никаких бед. Самое любимое мясо лошадиное. Құданың асы, қойдың басы мен сұлдырдан бірінші дастархан, екінші дастархан, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші. Bir minut. Бірінші дастарханнан кейін үзілісте тағы да салт дәстүрлеріміз бар. Біз омбы қазағында кең таралған. Енді сәукеле деген болады. Сәукеле ол сәукеле әні. Құдаларға айтатын сондай әзіл қалжың араласқан ән. Мынау бір келіншек табаққа кәмпит салып, құдалардың алдынан былай өтеді, а құдалар оған сыйлықтар тастайды. Ақшаға сыйлық тастайды, жай сыйлықтар береді, жүзік береді. Егер де
өлең айтқан кісі ұнаса, ол кісі жүзік те береді сол. Өлең айтқан кісіге, Сәукеле әнін айтқан кісіге ең жақсы сыйлықты береді. Сәукеле әнін сіз орындайсыз ғой? Неше жыл болды асаба болып жүргеніңізге? 25 жыл болды. Сол Сәукеле әнін айтқан кезде бір жақсы айтатын кісіге ол кісінің беті жабық болу керек. Былай орамалмен жауып қояды. Сәукеле айтқан адамның ба? Сәукеле айтқан кісінің басында орамал жабық. Қыз ше, ол кісі қайда отырады? Қыз бала ол жақта отыра ма? Қыз бала енді амандасқаннан кейін өзі жүре беруге болады, иә? Бірақ күйеу баламыз жоқ, қыз бала ғана, иә? Жақсы. Ниже. Бәрекелді, тамаша, өте жақсы. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Рахмет. Той қаласын, баршамызға осындай той жұғысы болсын. Құрметті ағайын туыстар, бүгін қарап тұрсақ, алыстан, жақыннан ағайын туыстар, құда-құдағилар келіп жатыр. Сондықтан қазір мінеке, орнынан тұрып, өз-өзін көрсетеді. Қазір мінеке, Астанадан келген қонақтарымыз бар ма? Астана, давайте встанем. Помашем ручкой. Астана қайда? Астана. Құда-құдағилар, құрметті, қош келіпсіңіздер. Енді екі жас бақытты болсын. Мінеке. Қызды белгілеп, мінеке, енді қазір құдағиға сырға салып жатырмыз. Алтындай асыл, балдай тәтті, күндей күлімдеп, айнадай жарқырап, жайнап жүріңіз. Алтынға ешқандай кір шықпайды дейді. Сондықтан біздің арамызда осылай жарқырап, жайнап жүре беріңіз. Бүгіннен бастап, Алла Тағала жазып, құдағи болмасын деп мінеке жақсы сыйлықтар беріп жатыр. Алтын Сәмина, алтындай мінеке жарқырап жайнап жүре беріңіз. Ең бірі не керек? Сыйластық керек. Сондықтан бір-бірімізді сыйлап жүріңіздер. Екінші сырғасында бардыңыз енді. Құдағымыз ауып тұрма, олай. Жарайды, болсын. Қанеке, жағын. Шықтым белеске, елес жақын елеске, осы тұрған отырып, бір ғанiyet емеске, есімнің алды құлағай, әркімнің өмірі жылағай, асты байлық не керек, денсау болса болғанай. В городе Омске 07-07-07-да бастады. Жүргізуші болып бастадыңыз, иә? Мен тек қана тойларда ғана емес, Наурыз, сосын концерты, вот сонда тоже ведущий работает. А негізгі музыкалық білімдеріңіз жоқ, иә, жалпы? Просто тамадаға деген қызығушылық аяқ астынан болды ма, негізі? Бізде осы обада мөлдір ансамблі бар. Енді мен Қазақстаннан келіп осында келіп болып түскен кезде, сол ансамбльді... Сіз Қазақстаннан осы жаққа келін болып түстіңіз ғой? Түсінікті. Әрине, дауысы дірілдеп, көзіне жас келіп, қыз баланы өсіріп өндіріп, тәлім-тәрбие беріп, жүрегіңді жұлып алып, өзге жұртқа бере салған әрине оңай емес. Көзіңізге бір тамшы жас келсе, тек жақсылыққа ғана, қызыққа ғана, қуанышқа ғана. Жағын апамыз, дайынбыз ба? Құрметті қызым, бақытты бол, жылама. Бақытты бол, жылама. Ақ-жан алтын. Қосағымен қосаға жатта болып арқын. Қолымыздан ұшып бара жатқан қызымыздың қойған жері құтты болсын. Сіздерге құдағи дастай батыр судай сынып көп балалы ана болсын. Біз сені өте жақсы көреміз.
бақытты болыңдар. Сіз мінеке анараға барып қарама қарсы тұрмыз Құдағидің напротив Құдағиға. Әне туда подальше. Құдағи сіз міне нарада. Қазір мына Құдағи Астанада. Сіз Омбыда бір-біріңізді сағынып, мінеке қазір 1, 2, 3 дегенде мынау жағын төбедінің астынан искра шығу керек. 380 километров в час. Друг другу навстречу бежите, посередине встречаетесь, целуетесь. Сколько раз поцелуетесь, столько у вас внуков будет. Кестік па? Ал қанекей, барлығымыз бірге санаймыз. 1, 2, 3, поехали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп. Жаным, что-то я не поняла. Ты целуешь, а Құдағи тебя не целует. Не могу, Құдағи, мне нравится, ма? Неге сүймейсіз? Дұрыстап сүйіңізші кәнекей біздің жағында. Үйдеуға, сіз екеуіңізді бір-біріңізді сүйіңіз кәнекей. Жағым сүйді енді сіз өліп қаласыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стоп. Біз тойда ғана жұмыс жасамаймыз, үкіметтің да жұмысын жасаймыз. Бақшан пенсионный фондда жұмыс жасайды. Мен заводта экономист болып жұмыс жасаймын. О, экономист. Тек қана тойда жүрмейміз. Бірақ та қазақтың салтын, дәстүрін жастарды үйретіп және тойларда қалай болу керек, сол дәстүрімізді сақтау үшін осылай асаба боласыздар. Асаба боламыз, иә. Асаба болған, мысалы, бір жолғы қызметтік ақыларыңыз қанша? Ол ақша дейсіз ба? Ол енді күн көріс қой, ол енді қазіргі уақытта айтамыз ғой, мынау. Это закрытая информация деген сияқты. Это секрет, да, получается? Өзіңіз тойға шақырсаңыз, бағаға келісеміз. Өзім тойларыма шақырсам, иә? Естідіңіздер ғой, тойларыңызға шақырсаңыздар, бағаға келіседі. Бірақ Қазақстанда сіздер сияқты, мысалы, нәзік жандылар жоқ той жүргізіп жүрген. Екеуіңіз осы жол енді менің фильміммен хит болайын деп тұрсыз ғой. Біз енді былай қарап тұрсақ, екеуіміз абысын боламыз еще. Мәселе қайда? Енді Қазақстаннан келген біздер сондай таңғалып кетеді. Қазақша сөйлеп, домбыра тартып, дәстүрлерді бәрін өткізіп, мынандай бізде де Қазақстанда ер адамдар, ер жігіттер той өткізіп дейді. Сіздер нәзік жандар, әйел адамдар осы қаншама кісіні ұстап, соның бәрін тәртіпке көндіріп, тойларыңыз жақсы деп солай прямо. Үйде де екеуіңіз енді абысыныздар, әулеттің тойын өздеріңіз жүргізесіздер ма? Әрине, өзіміз жүргіземіз. Мысалы, қайнаға, қайнаталар не дейді той жүргізген кезде, мысалы? Енді ол кісілер бізге өздері рұқсат берді. Біздің атамыз айтатын да, қысқа көйлек кигенше шалбармен жүргеніңіздер деп. Сондай. Олай болса құдаларға арнайы құйрық бауыр. Күннің қалай атқаны, күннің қалай батқаны, байқай алмай қалсаңыз, құдалық болып жатқаны. Туған елдің жартасы, қымбат ыстық артасы, құдасы қыздың арқасы. Суға салдым қармақты, біздің құда салмақты, құйрық бауыр асатса, тістеп алма бармақты. Бәрекелді қойыларымыз, құйрық бауыр тәтті болды ма? Тәтті болды, олай болса, құйрықтай майлы, жайлы, бауырдай жақын, әрі тәтті болсын. Балапандарымыз бақытты болсын, үлкен орталы семья болсын. Тойымыз той болсын. Қазағымыздың
дәстүрлері осы омбыда кең таралған әрі сақталған. Мынау сәукеле әні құдаларға айтылатын ән. Ол әзіл қалжыңы бар арасында. Жағы ол ән айтқан кісі, бір әнші, жақсы айтатын кісі сәукеле әнін айтады. Сәукеленің әнін айтқан кезде той иелері сіздердің алдарыңызға табақпен кәмпит әкеліп береді. Соны сіздер кәмпитті алып, жағы сыйлық бересіздер. Сыйлық бересіздер, ақшадай бересіздер. Мынау сәукеле айтқан кісі соның ішінде ең жақсысын сәукеле айтқан кісі алады. Және де мынау осы біздің омбылардың арасында сәукеле айтқан кісіге жүзік беріп жатады мінекей. Сондықтан қазір сіздердің алдарыңызда осы дәстүрлеріміздің бірі. Мынау сіздер жақта, енді сіздерден сұрасам, енді қазір біткеннен кейін сұраймыз ғой сіздерден. Бұндайды мүмкін бір жерде көрген шығарсыздар, бірақ Қазақстанда бұндай дәстүр жоқ. Сондықтан қазір біздің дәстүрімізді көріңіздер. Басқозадан бастаймыз, 5000 теңге тастайтын, табылмайтын қызық деп ақшамен жастайтын. Бұл бір қызық мереке, құдаларға береке, молдау тастаңдар, мен алмаймын бір жеке. Қызыққа адам тоймайды, шапан көйлек болмайды, құда менен құдағи жас балаша ойнайды. Қызық деген оңды ғой, міне болдай үлкен той, осылай деп тілеген тілек осы ғой. Құдалар жақсы келдіңдер, молдау салыңдар, сұрай береді екенде, құдағи жаман демеңдер. Үлкендерге жарайды, жастар неге қарайды, жетпей қалса жиғаным, бәрі мені талайды. Қалтаға ұлды саласың, молдау неге алмайсың, көпшілігің 1000 теңге, құдалары неге алдайсың. Менің атым балтатты, барға менен құда қатты, жетпей қалса жиғаным, құдаша құрбым сен қатты. Өлең айттым тағы да, жас құдаға жағына, қастаймын деп тағы да, ауырып қалдау жағында. Ертіс бойын бойладым, қызыққа мен бір тоймадым, бақытты болсын қос бала, қайырлы болсын тойларым. Ал құдалар жол болсын, біздің тілек сол болсын, денсаулығың зор болсын, дастарханың мол болсын. Бәрекелді. Сен құрметтеріңізге көп рахмет. Ал енді мына келген қонақтарымыздан сұрайық. Таразда осындай сәукеле ән айтамын, айтпайды, иә? Астанада айтамын? Жоқ, айтпайды. Бишкекте айтамын? Айтпайды. Ол баяғыдан келе жатқан, мынау негізі, омбыға қазақтар кочевник дейді ғой, орысша айтқанда. Қазақтар келет, осында киізден қояр. Мінеке, содан бастап біздің ата-бабаларымызды былай қарап тұрсақ, 7 атаны білеміз ғой. Қарап тұрсақ, например, мен өзім осы омбы жерінде өскен қызбын. Мен 13 ата-бабамыз мінеке осы арада тұрып, осы арада өскен. Сондықтан мінеке бізге аталарымыз, әжелеріміз осы салт дәстүрді көрсетіп кеткен. Мына келген құдаларға осындай ән айтамыз. Сыйлығын аламыз, бір-бірімізді мінеке, бір-бірімізге тірек болайық, бір-бірімізге міне сондай керемет, жақсы құдағи болайық деп. Әрқашанда мінеке екі жастың көтерген шаңырағы биік тұрсын, керегесі кең болсын, іші уылдап шулаған бала мен адамға толсын, мынау құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Қазір, мынау ана бала неге жылай берді? Мама, папасы бар ма? Путин ақша берді ғой, төлеп қойды ғой, уатыңдар. Сіздерге арнайы мінеке дайындап қойған сыйлығымыз. Бос кетпеңіздер, Омбы қаласынан.
Құда болып жүре береді, келешекте дағы жақсылықтар болсын, тойлар бола берсін. Әумин. Атажан негізі қырғыз бен қазақ ағалы інілі ғой. Мынау әсілің жаратса атаңмен ойна деген қазақтың сөзі бар. Ал енді рұқсат болса сізге мынау біз тойларда көп жүреміз. Сондықтан рұқсат болса сізге бір бата берейік. Қолыңызды жаймыз. Құда ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. 90-ға келіңіз. 90-ға келіп тоқал алам деп құтырыңыз. Әумин. Неге бетін сипалады? Тойды аласың. Қазақтардың салты бойынша құдалықта күйеу бала қатыспайды екен. Яғни күндерге арналып жасалатын құдалық. Одан бөлек, егер тұрмысқа шығатын қыз бала әлі ол жаққа келінге түспесе, үлкендер өз арасына келісіп құдалықты алдын ала өткізетін болса, тойдан бұрын немесе қыз ұзатудан бұрын өткізетін болса, онда екі жаққа да не келін, не күйеу бала қатыспайды екен. Яғни той бұл жерде үлкендерге арналады. Жаңағындай құйрық бауыр деген салттар жүреді, қоржын сөгеді, алдын ала дәстүрлерді жасау үшін арналған той дейді. Сонымен бүгін омбы қазақтарының тойына келіп күйеу баласыз құдалықты көрдім. Адасып тағы көрші ғимараттағы қыз ұзату күн соғым тойына кіріп кеттім. Яғни соңғы жылдары бұл жақта да дәстүрді алға шығару, сақтау, той өткізу деген үрдістер өте жақсы. Және сонымен қатар мен бүгін омбы қазақтарының ішіндегі асаба нәзік жандылар Зәуреш пен Бағжан ханыммен таныстым. Екеуі тойды қыздырып тұрып жүргізді, өте әдемі. Қазақстанда біздерге нәзік жанды асабалар жоқ. Омбының сұлулары тойды осылай қыздырып өткізеді екен.